Сіздермен бірге мен Мисс Балнор. Достар, мен бүгін өзімнің коллекция слаймов деген видеомды түсіретін боламын. Онда кеттік. Достар, менің слаймым осындай бір пакетикте тұрады. Вот, тойбастар деген пакетик. Енді ішін ашайық. Ішінде осындай көрінеді, ал ашайық. Бірінші осы слайм. Осыны обзор жасап көрсетейін. Міне. Иісі зеленый чайдың исіне ұқсайды. Бұны мен алдыңғы видеода жасаған болатынмын осы слаймды. Бұл шамалы липкий. Вот. Короче, жақсы не істейді, мен бір қолмен ойната алмай тұрмын. Қазір күшетшіңіздер. Жақсы қытырлайды. Жақсы да хрустить етеді нормально. Короче, жақсы слайм, басқа ештеңе айта алмаймын. Түсі көк, ашық, ап-ашық көк. Сіздерге типа ақ болып тұр. Ішінде осындай кішкене блескалар бар. Вообще күшті. Келесі бізде осындай болып тұр. Енді алайық. Достар, міне осы бұл слайм емес, әрине. Көріп тұрғандарыңыздай влажная салфетка. Себебі неге? Өйткені біздің қолымыз ең соңында мен осымен сүртіп тұрамын. Міне. Осындай супер фреш. Супер фреш деген. Келесі менің слаймым, ол менің қолыма түскен осындай чистая линияның кремінде, несіне ыдысындағы. Осындай ыдыстағы чистая линияның ыдысындағы слаймын да ашып көрейік. Достар, ешқандай осындай болып шықты. Қазір алайын. Достар, міне алдым. Ол өте кішкентай. Түсі жасыл. Ол негізі осындай кішкентай ММДМС'тің тұсында болғандан, мен оны сындырып алдым, мен емес, інім кеше сындырып алды, осындай болып қалды. Онша қатты қытырламайды. Қазір қытырлатайын. Міне бір қытырлайды, болды. Салып қояйық. Келесі бізде қолыма түскені қазір. Вот, достар, осында менде bubblegum деген слайм, розовый және де көк араласқан. Ашып көрейік. Вот. Bubblegum өте күшті, маған ұнайды. Міне аштым, bubblegum десе bubblegum вообще. Енді ыдысына шығарайық. Вот, енді шығардым. Ай. Өте жабысқақ. Бұл жерде насыщенный цвет, ол бізде розовый болып тұр, ал кішкене ғана қосылған, ол бізде көк или жасыл ғой. Бірақ мен көк деймін. Осындай. Жақсы, вот. Достар, мен салып қойдым, енді келесі. Менде бірде үшеуі түсті. Вот осындай серый цветтегі біреу, розовый цветтегі біреу, және де жасыл цветтегі. Мынау бізде посылкадан келген, және де оның иісі ароматизатор қосылғаны белгілі, яғни оның иісінен шоколадтың иісі шығып тұр. Вот. Көп стопқа қойылып жатыр, потому что маған кедергі жасап жатыр. Люди. Иісі өте күшті, жұмсақ. Қатты жақсы тықырлайды. Короче, супер.
мистер слайм сондай бізде розовый слайм болады. Достар, міне экран қозғалып жатыр, яғни жақсы пытырлайды ау деймін. Ұстамағаныма бір 10 күндей болды бұл слаймды. Вот, короче, жақсы иісі не, мен бұған ароматизатор бұл менде кішкене мындай примерно осындай ароматизатор болды, клубниканың иісімен бұл. Мен осыған клубничный мороженое деп ат қойған болатын, и осының ішіне клубниканың иісімен болған. Енді келесі слайм осындай менде серый түсті, өте кішкентай мини слайм. Ашайық. Кішкене болса да өте жақсы не қытырлап. Осындай. Достар, маған бұл слайм бал қояйын десем, қанша қояр едім? Мысалы, мен оннан 4-ін ғана қояр едім. Себебі ол жақсы не істемейді, созылмайды, қараңыздар, бірден жыртылып кетеді. Иісі не нормально, өте кішкентай, және де онша қатты қытырламайды. Вот. Енді біз ең соңғы слайм. Вот, осындай жасыл ішінде слайм ашып көрейік. О, вот малиновый цветтегі вот слайм. Өте жабысқақ екен. Жабысқақ слайм өте тықырлайды деуші еді. Иісі жақсы, шамалы. Жақсы не істейді, клекет етеді. Үлкендеу. Достар, бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, қолдап кетіңіздер, және комментарий жазуды, және подписаться деген қызыл кнопканы басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен мисс Балнар. Бәріңізге сау.